Сәлем достар, Дарику каналына хош келдіңіздер. Бүгін сигара бөректің оңай жасалу түрімен бөлісемін. Ол лаваштан және салмасында фаршпен болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ол үшін бізге кез келген фарш, армянский жұқа лаваш, пияз, жұмыртқа, қара бұрыш және панировочный сухари керек болады. Ең алдымен пияз бен фаршты пісіріп қуырып алу керек. Дәміне қарай қара бұрыш және тұз қосасыздар. Енді бөлек ыдысқа жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырамын. Енді біз лавашты 8 бөлікке бөліп алуымыз керек. Осындай үшбұрыштыға. Енді оған фаршты салып, осылай ораймыз. Және ұшын сулап жібереміз. Себебі жабысу керек. Осылай барлығын орап шығамыз. Міне менде осыншама шықты. Енді бөлек ыдысқа панировочный сухариді салып, жұмыртқаға осылай салып аламыз бөректі және сухариға да саламыз. Енді барлығын осылай жасап шығу керек. Енді қызып тұрған майға екі жақ бетін қызартып, әдемелеп пісіріп қуырып алуымыз керек. Осылай салфетка төселген ыдысқа саламын. Артық майлары сіңу үшін. Міне осылай болып шықты. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ, ішінде фарш начинкасы бар. Өте дәмді болып шықты. Егер видео ұнаса, тіркеліп лайк басып кетіңіз. Астарыңыз дәмді болсын.